Жиынтық бағалау. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары берілген. Үшбұрыштың түрлерін ажыратып сәйкестендіруіміз қажет. Яғни бірінші тұрған бізде үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығы 8, 9. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығына сәйкес келеді. С жауабы сәйкес келеді екен. Екінші бізде 4, 6, 7, яғни сүйір бұрышты үшбұрыштың түріне келеді. Яғни екінші А жауабы сәйкес келеді. 3 Ф жауапты. Төртінші С деген жауап келеді екен. Одан кейінгі үшбұрыштың ауданы 300 квадрат сантиметр, ал іштей сызылған шеңбердің радиусы 15 сантиметрге тең. Үшбұрыштың периметрін табуымыз қажет. Яғни екінші есепті шығару жолынан бастайық. Берілгені бізде үшбұрыш, ауданы берілген 300 квадрат сантиметрге тең, және радиусы берілген, яғни іштей сызылған кішкентай R әрпімен белгіленеді, 15 сантиметрге тең. Периметрін табуымыз қажет. Біз білеміз, ауданның формуласы, яғни үшбұрыштың ауданы периметрмен іштей сызылған шеңбердің радиусына тең екен. Осыдан периметр табу алатын болсақ, бұл S-тің R-ге қатынасына тең. Олай болса бізде белгілі 300-ді R-ге бөлеміз, R бізге 15-ке тең. Шығады 40 сантиметр. Жауабы периметрі тең 40 сантиметрге. Келесі үшінші есепте МПК үшбұрышы берілген. Берілгені үшбұрыш МПК. МП 15 сантиметрге тең, ПК 9 сантиметрге тең. Және бір бұрышы берілген, яғни синус М бұрышы берілген, ол 0,4-ге тең екен. Бізге табу керек бұрыш синусы, яғни синус К бұрышын табуымыз қажет. Біз яғни синустар теоремасын қолданып шығарамыз. Формуланы еске түсіретін болсақ, бізде яғни ПК-ның, біз үшбұрышты сызып алғанымыз дұрыс болар, М ПК, яғни МП 15-ке тең, бұл 9-ға тең, және К белгілі, бізге М-ді табуымыз қажет. Яғни қарама-қарсылардың қатынастарына тең екенін білеміз. Яғни ПК-ның синус М бұрышына қатынасына тең, және МП-ның синус К бұрышына тең. Орын апарып қоятын болсақ, 9-дің 0,4-ге қатынасы тең 15-дің синус К бұрышына қатынасы тең. Осыдан біз қарама-қарсы пропорцияның ережесін қолданса, қарама-қарсыларды көбейтіп теңестіреміз. Сонда 9 синус К тең, екеуінің көбейтіндісі 6-ға тең. Сонда синус К-мыз 6-ның 9-ға қатынасы, ол 3-тен 2-ге тең. Жауабы синус К бұрышы 2-ден 3-ге тең екен. S тең АВЦ-ның 4 R-ға қатынасы. Яғни осыдан R-ді табатын болсақ, АВЦ 4S екен. Олай болса, бізде 120 градус, косинустың 120 градусын табуымыз қажет болады. Ол минус 2-ден 1-ге тең. Енді шешуге кірсек, яғни косинустар теоремасын еске түсірсек, бізде міне шеңберге іштей сызылған АВЦ екеуі тең бүйірлі, екі қабырғасы тең. Сонда орын апарып қоятын болсақ, АВ-да, ФЦ-да екеуі де тең, себеп тең бүйірлі. Сонда 12-ның квадраты 144-ке қосамын 144-ті, азайтамын 2 көбейтілген 12-ні көтсем 144, косинус 120 градуста минус 2-ден 1-ге тең. Олай болса, АЦ-ның табатын болсақ, екеуінің қосындысы 288, әлі квадратын тауып жатырмыз. 288, азайтылған 288, оны бөлеміз 2-ге, 144, 2 минус плюсті береді. Сонда 144-ке қосқан кезде 432 тең екен. Ал АЦ-ның өзі осыдан түбір алатын болсақ, 432-ден түбір тапқан кезде бұл 144 пен 3-тің көбейтіндісіне тең, 144-те 12 шығады. Сонда 12 түбір астында 3. Аудан табу үшін біз формуланы қолданамыз, яғни екі қабырғасын көбейтіп және арасындағы бұрышын көбейтіп 2-ден 1-ге көбейтеміз. 12 144 синус бізде 120 градуста анықтауымыз керек, және бөлінісі
2-ге тең. 144-ті көбейтеміз 2 түбір астында 3 көбейтілген 2-ден 1. 36 түбір астында 3 квадрат сантиметрге тең екен. Біз аудан анықтадық, енді радиусын табамыз. Радиус табу үшін формулаға келтіреміз. А қабырғасы 12-ге тең, В қабырғасы 12-ге тең, С қабырғасы 12 түбір астында 3-ге тең. Бөлеміз 4 көбейтілген ауданы 36 түбір астында 3-ге. Біздер 12-12 өте 144, сонда 144 көбейтілген 12 түбір астында 3, бөлінген 144 көбейтілген түбір астында 3, яғни 4 пен 36-ның өткенде 144 болады, бөлінген 12 болады. Екінші нұсқаның есептеріне дәл осындай әдіспен шығарасыздар.